Армысыз қазақ ұлты. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем етсін. Біз қазақпыз, қазақша сөйлейді, біз қырылып жатамыз. Бірақ әлемде ең бірінші мәдениет дамиды, және екінші өнер саласы. Осының ішіндегі әлемге ортақ музыка саласы. Біздің археологтар ғасырлар бойы іздеген, ашқан жерлері бар. Соның ішінде шыққан екі басты қобыз, міне көріп шегірттен жасалған қыл қобыздар, міне төрт шекті домбыралар. Бұлардың бәрі неге? Осылардың бәрі бүгінгі ұлттық аспаптарда ойналмайды. Не үшін? Мысалы, Шыңғысханның өміріндегі ақсақ құланда айтады, Кетбұға Шыңғысханға келген кезде, келіп күй тартқан кезде Шыңғысхан қорғасын құй дейді. Сонда қорғасын құйғанда екі шегі қалады, екі шегі үзіледі. Бұл аңыздың өзінде де айтылып тұр. Бірақ біз қай кезде дамимыз? Біз өнеріміз дамымаса. Мысалы, мынандай екі құлақты, төрт құлақты домбырада екі деде ойнаған ешкім жоқ бізде. Қазір қалған бір ер сараң бар. Және де мына домбырада да ойнайтын азаматтар жоқтың қасы. Ал енді қазір бізде ешқандай бақсы да, балгер де, өнер де бәрі мынандай шектен жасалған қобыздан ешкім ойнап жатқан жоқ. Бұлардың үндері де бөлек. Бірақ біздің үкімет, мәдениет саласы кешегі қазақ хандығының 550 жылдығы небір оқиғаларды ойластырып жатады да, бірақ біздің ұлттық аспаптар еш уақытта жарыққа шықпайды. Домбыраның өзін енді ғана субсидиялап үкімет беріп жатыр. Ал енді мынаған субсидия кім береді? Мынаны кім жасайды? Және бұл оркестрді кім ойластырады? Бізде музыка аспаптарында атақты профессор, академиктер көп, бірақ бәрі біледі бізде осы аспаптар бар екен. Бірақ біреусі бұған бармайды. Неге? Олар өздерінің профессорлық атақтарынан зиян келеді. Себебі олар бұда ойнау білмейді, және бұны оркестрға қосқан емес. Мен осы аспаптарды істейтін адаматпен келісіп, және осы аспаптарды шығару үшін, және бұған үкіметтің қаражаты бөлініп, үкімет біздің қазақтың түп тамыры мәдениет жанашыр екен білсе, осыған субсидия бөледі деген үмітім бар. Және бұны жариялап, қазір бізде не көп, училище көп, не бір музыкалық орталықтар бар. Бәрінің ішінен бір ұлт аспаптар оркестрінің біреусі алады деген мен үлкен үміттемін. Және де осы тақырыпта Балаева мырзаға, ханшайымға кіріп шығуға ниет жасап отырмын. Және бұны біздің өнер адамдары, домбыраның, музыканың саласын біліп жүргендер қаншалықты ақпараттары бар екенін, және бұда қаншалықты тәлім тәрбие алатынын білетін азаматтар бар ма екен. Негізі мына төрт шекті домбырада кезінде Жанар Айжанова да осы домбыраны сүйемелдеумен алғаш өнер орындаған. Бар болыңыздар ағайын.